Сәлеметсіздер ме студенттер, бүгінгі информатика пәні бойынша 3D модельді бөлімі бойынша сабағымыздың тақырыбы 3D панорама виртуалды саяхат жасау. Сабақтың мақсаты виртуалды турдың не екенін түсіну, 3D панорамаларды құру кезеңдерін атау, виртуалды турды пайдаланудың артықшылықтарын білу, 3D панорамаларын құруға арналған бағдарламаларды білу. 3D панорама бойынша берілген сөздікті ағылшынша, орысша, қазақ тілінде берілген осы сөздікті дәптеріңізге міндетті түрде түсіріп аламыз. Енді миға шабу. Қалай ойлайсыздар, виртуалды тур мен 3D панорама өзара қалай байланысты? Виртуалды тур бұл панорамалық фотосуреттердің жиынтығы. Сфералық немесе цилиндрлік бір панорамадан екінші ауысу белсенді аймақтар арқылы жүзеге асырылады. Оларды бекіту нүктелері немесе өту нүктелері деп атайды. Кескіндерге тікелей орналастырылады. Сонымен қатар тур жоспарын ескере отыру керек. 3D панорамаларын қарау арнайы браузерлердің көмегімен фотопанорамаларды көруге болады. Бірақ панорамалық файлдың пішімін ескере отырып, соңғысын таңдау керек. Фотопанорамалардың көптеген түрлерін интернет шолғышта көруге болады. Бірақ Java аплеті орнатылған жағдайда немесе арнайы плагин қосылғанда ғана. Енді 3D панорама құру кезеңдері бойынша тоқталып өтейік. Бұл жерде 3D панорамаға фото түсірім жасау. Бір виртуалды панорама жасау үшін камераның әртүрлі көлбеу бұрышында суреттер топтамасы жасалынады. 3D панораманы біріктіру, бұл біріктіру арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуде жүргізіледі. Барлық фотосуреттерді біріктіргеннен кейін бағдарлама эквидистанттық бірдей қашықтықтағы проекцияда бір графикалық файлды жасайды. Фотосуреттерді өңдеу. Сапалы түсірілген және біріктірілген 3D панорама қосымша өңдеуді қажет етпейді, ал қажет болған жағдайда оны кез келген графикалық редактормен жасауға болады. Графикалық файлды 3D панорамаға түрлендіру. Бұл мақсатта әртүрлі бағдарламаларды пайдаланылады. Енді, құрметті студенттер, осы 3D панорама құру кезеңдерінің бетінің төмен жағында 3D панорама бойынша видео сабақ берілген. Осы ссылка бойынша кіріп, мұқият тыңдап алайық. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде 3D панорама жасау практикум сабақ. Яғни бүгін жұмыс істейміз біз Image Composite Editor деген программада. Оны Microsoft компаниясының программасы тегін программа жатады. Енді оны бізге жүктеу үшін, яғни мынау сілтеме арқылы өтіп, сол сайттан жүктеп алуымыз керек. Сайт ашылады, жаңағы сайт. Енді бұл жерде бізде бір видеоролик бар, яғни қандай жаңағы нелерді панорамаларды жасауға болатын туралы көрсетілген. Енді бұл жерде бізде өзіміздің компьютеріміздің жаңағы қанша биттен тұратынын қарау керек. Сол түрін жүктейміз. Яғни оны қарау үшін мой компьютердің оң жағынан басамыз да свойства деген жерді таңдаймыз. Осы жерде міне тип системы 32 разрядты операциялық жүйе болып тұр. Менің компьютерім 32. Яғни сендерде 64-ті болуы мүмкін. Сол себепті осы жерден қарап алуларың керек. Келесі, яғни менің 32 болғаннан кейін 32-ні таңдаймын. Бізде қосымша парақ ашылады. Осы жерден біз жүктейміз. Яғни download деген батымын басамыз. Бізде жаңағы жүктеу жұмысы жүргізіледі. Содан кейін жүктеліп болған файлды екі шертіп ашасыңдар. Ол жерде жаңағы установка жүреді. Яғни далее, яғни келісем деген жерді басып компьютеріңе орнатасыңдар. Яғни жүктелу орнату процесі көп уақыт алмайды. Яғни негізі өзі файлдың өзі бізде 7 мегабайт өлшем болып тұрады. Мен компьютерге орнаттым. Яғни осы енді жаңағы бағдарламаны іске қосайық. Және онда қалай жұмыс істеуге болады. Бағдарламаның терезесі бізге ашылды. Бұл жерде 3 түрі бар. Яғни панорама бізде суреттерден жасалатын, панорама видеодан қырқу арқылы жасалатын және бізде дайын панорамаларды ашуға болады. Суреттер арқылы
панорама жасап көрсек, яғни басқан кезде бізде компьютеріміздегі қай жерде орналасқанын тауып аламыз. Яғни менде мысалы image деген жерде мен жаңағы мысал ретінде осы фотолардан жаңағындай панорама құрастырып көрейін. Сендер можете өздерің фото түсіруге, немесе тоже осындай дайын фотоларды алып, қандай панорама жасалатынын көруге. Ответ деген батырман басамыз, бізде жаңағы суреттеріміз тізіліп тұр. Енді бұл жерде кішкене оның настройкаларын жасаймыз. Бізде фотолардың орналасу тәртібі, яғни екілеп бұл жерде жаңағыдай бағандардың сандарын көрсетеді. Мысалы, баған барлығы бір жолда болсын деп көрсетейін. Бұл жерде 360, яғни горизонталды немесе вертикалды. Мысалы, мен горизонталды таңдалайын. Және бұл жерде жаңағы панораманың қосылу түрлері де бар. Мысалы, жол ретінде бөлінген панорамалар. Мысалы, автоматты түрге қойып қойып, келесі бізде панорамаларды жаңа қосу бір-біріне суреттерді. Бұл жерде оның қандай түрлер бар екен көруімізге болады. Яғни цилиндрлік түрлері. Яғни біз оны қозғалтып көре аламыз. Әртүрлі түрлері бар. Өзімізге қайсысы ұнайды, соны қарауымызға болады. Сфералық түрлері. Енді бұл жерде егерде біз әрмен қарай оны кесуге басатын болсақ, бізде міне панорама бізде осындай ғана түрде кесіледі. Яғни кез келгенін алатын болсақ, мысалы, бізде қай аймақ көрініп тұр, сол аймақтан ақ біз кесіп ала аламыз. Яғни бұл бір минусы жаңа программаның. Біз оны сақтаған кезде біздің суретіміз де дәл осындай ақ болып сақталады. Мысалы, ең сақтау болатын деген ол бізде мынау цилиндрлік, яғни біздегі суреттің ұзынын сақтайды. Яғни бізде мен суретіміз түгел ұзын бойындан сақталады. Егер де біз жаңа цилиндрлі болып дөңгелек болсақ, бізде қай бетті көрініп тұр, сол беттен ақ біз осылай ашып, оны сақтай аламыз. Енді бізде кесу мөлшерлерде әртүрлі мәндерін берулеріне болады. Және келесі экспорт. Бұл жерде жаңа біздің жасаған панорамамызды басып компьютерге жаңа әртүрлі форматта сақтау болады. Мысалы, экспорт to диск десек, біздің компьютерімізде JPEG форматында, яғни кәдімгі сурет ретінде рабочий стол сақтайды. Сохранить батырмасын басамыз, бізде панорама сақталды. Ашып көруіміз болады. Яғни ол бізде ешқандай қозғалыс жасамайды, просто ұзын бірнеше фотолардан тұратын сурет болып сақталды. Өздерің осындай панорамаларды, суреттерді жасап көрулеріңіз болады. Яғни компьютерлерін орнатып, бірнеше суреттерді тұратын жаңағындай панорамаларды. Үйде 25-26 параграфты оқисыңдар. Жаңағындай нені программаны жүктеп алып, компьютерлерін орнатып, қарапайым бір суреттерден жаңағындай панораманы орындауға тырысасыңдар. Егер де проблема болып жатса, орнатылмай жатса, орындалмай жатса, онда WhatsApp желісі арқылы менен сұрауларыңыз болады.
Бүгін сабақ осы. Панорама құрастыру қарапайым. Сау болыңыз. Құрметті студенттер, видеоны толықтай көріп болған болатын болсақ, яғни тапсырмаға көшеміз. Бұл жерде тапсырма 1 деген жерде сіздерге мәтінде кеткен қателерді тап деп тұр. Яғни сіз осы мәтінді оқи отырып, қай жерінде қате болғанын қызыл бояумен бояп маған көрсетесіздер. Екінші тапсырмаға келетін болсақ, бұл жерде үшті панорамасы бойынша 3 сұрақ берілген. Осы 3 сұраққа толық жауап береміз. Үшінші тапсырмаға келетін болсақ, берілгендердің қайсысы үшті панорама жасау кезеңіне жатпайды. Яғни осы берілген тапсырманың 5 сұрағында қайсысы дұрыс екенін белгілеу арқылы көрсетесіздер. Үшті панорамаларын жасау кезеңінде қолданылатын бағдарламаларды таңда дейді. Бұл жерде біз үшті панорамаларын жасау барысында қандай программаның бойынша қолданамыз, сол бағдарламаны сіздер қызыл белгімен белгілеп көрсетесіздер. Енді тақырыпты бекіту. Бұл жерде виртуалды тур дегеніміз не? Дұрыс жауабын, яғни белгі арқылы көрсетіп жібересіздер. Бұл жерде бағалау критериялары толық көрсетілген. Осы толық бағалау критерияларын орындап шықсаңыздар, мына жерде балдары көрсетілген, сол бойынша бағаланасыздар. Енді рефлексия. Оқу мақсаты бәрі түсінікті, ештеңе түсінбедім, толығырақ білгім келеді деп тұр. Бұл жерде өздеріңіздің ойларыңызды білдіріп, яғни платформа Платонс арқылы кері байланысқа шығамыз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.